туған күнде свеча өрлеуге бола ма, өз отыңды өзің өшіремін деген рас па дейді. Бұл жерде от өшпейтін шығар. Бұл жерде мына мәселе бар. Басқа ұлтқа еліктеу. Өзің елестетіп көрші, Абай атамыз 45-ке келді, 42-ке. 42-ке келген кезде свечаларды қойып, ол кезде енді свеча жоқ, не ғой, ағаштарын бәрін түстендіріп, деп елеп атқан Абайды елестеш. Жоқ, ол қош Кенесары атамызды елестейікші, Кенесары хан атамыз свечаларды қойып үрлеп атса. Жамбыл атамыз 99-ға келді, 95-ке келген кезде 95 свеча қойып үрлесе не болар еді? Бұл біздің дәстүріміз ба? Бірінші соған келейік. Сондықтан мен айтқан болар едім, сен 90 туған күніңде бітеп өміріңді елестеш, қанша жақсылық жасадың, қандай нәрсе жасадың, туған күніңе дейін қанша адамды ренжіттің. Солын әр туған күн сені қуанышқа жетектемейді. Әр туған күн сені қайғыға, өлімге, қайғыға алып келеді. Өлім саған фаттанани, өлімнің апатын алып келеді, өлімнің уайымын алып келеді. Сен туған күн келген сайын қуанамыз біз. Бірақ біліңіз, туған күн келген сайын сен өлімге бір қадам жақындадың. Бір түн ұйқыда қалып, бір таң атты ма, бір күн өлімге жақындадың. Бір күн, ол өлім келген күн ол жеңеді. Біз бәріміз жеңілеміз. Жеңілмеймін деген дердің сындырып тастаған. Лә тәнсәл мәута вә лә янсәк. Өлімді сен ұмытсаң да, өлім сені ұмытпайды жаным. Сондықтан өмірдің қуанышы мен жасыма жас қолды іздеп, свеча өрлеп қуанба. Қайғыр. Құлшылығым қабылма. Еліме, отаныма не жақсылық істедім? Туысқандарыма қандай адам болдым? Балаларыма қандай әке болдым? Әйел болсам қандай ана болдым? Деген сұрақты қою керексің. Мәселе сол. Өмірдің көзі көбі кетіп аз қалды. Енді ең болмаса осыны түзету керекпіз ғой. Өткен жылдан бері мынаны қоямадым темекімді. Мен қандай адаммын деген сұрақты қой. Бір сүре жаттай алмай жүрмін. Қандай адаммын де. Осы сұрақ сені көбірек мазалау керек свеча өрлегеннен де.